Сәлем баршаңызға. Бүгін біз сіздермен бананды бәліш жасайтын боламыз. Ол үшін бізге құмшекер, сары май, жұмыртқа, сүт, ұн, қамыр қоқсытқыш, кішкене шоколад пен 2 банан қажет болады. Ең алдымен сары майымыз бен құмшекеріміз екеуін жақсылап миксермен араластырып аламыз. Одан кейін жұмыртқамызды бір-біреулеп салып араластырып тұрамыз. Сүт пенен разрыхлитель және ұнды бірге қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін осылай шоколадты қосасыз. Шоколадты қосу міндетті емес. Бананды турап болғаннан кейін форманың бетіне пергамент қағазын төсеп, үстінен банандарды қойып шығамыз. Банандарымызды толықтай қойып болғаннан кейін бетінен карамель құямыз. Карамельдің жасалу жолын мен описанияда қалдырып кететін боламын. Менің каналымда оның рецептісі бар. Енді соның үстінен қамырымызды саламыз. градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Пирогымыздың піскенін осылай түшіккішпен тексерсеңіз болады. Оны міндетті түрде салқындату керек. Салқындатқаннан кейін барып, осылай әдемі ыдысыңызға аударып аласыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздер де жасап көріңіздер. Бұл өте дәмді болады.